Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі жаратылыстану сабағының тақырыбы дыбыстар қандай болады. Бүгінгі сабақта сіздер дыбыс түрлерін білесіңдер. Қатты және бәсең дыбыстарды ажыратып үйренесіңдер. Бүгінгі тірек сөздер қатты дыбыс және бәсең дыбыс. Суретке зер сал. Онда не болып жатыр? Қандай дыбыстарды естуге болады? Стадион қандай дыбыс түріне жатады? Егер балалар футбол ойынын ойнап жүрсе, қасында көрермендер отырса, бұнда қандай дыбыс түрлері болады? Бұны қатты дыбысқа ма, әлде бәсең дыбысқа жатқызуға бола ма? Қалай ойлайсыздар? Осы сұрақтың барлығына жауап беру үшін келесі суретке назар аударайық. Суретте қандай заттар берілген? Оларды қалай топтастыруға болады? Кітапхана, фабрика, табиғат, базар, аурухана, ойын алаңы, театр, мереке. Стадион, би алаңдары сияқты орындардан қатты дыбыстарды естуге болады. Театр, аурухана, кітапханада бәсең дыбыстар естіледі. Себебі стадион, ойнайтын жер, би билейтін жерлер, заводтар, барлығы ол жерде қатты дыбыстар шығады. Ал біз мектепте де кітапханаға барған кезде қатты сөйлеуге, шулауға болмайды, иә? Бәсең дыбыс дегеніміз ол ақырын дыбыстар деген сөз. Табиғатта, енді табиғат аясында біз өзімізді қалай ұстаймыз? Бұл жерде қандай дыбыстар естуге болады? Қатты сөйлеуге бола ма? Неліктен? Ойланып, осы сұрақтарға жауап беріңіздерші. Келесі сіздерге мынандай зерттеу жұмысы. Қай жерлерде бәсең дыбыстар естіледі, қай жерлерде қатты дыбыстар естіледі? Зерттеудің жоспары. Бірінші, 5 зат таңдап ал. Кез келген 5 затты таңдап ал. Екінші, олардың атауын кестеге жаз. Болжам жаса. Төртінші, енді олардың қандай дыбыс шығаратынын тексер. Бесінші, нәтижесін кестеге белгіле. Қорытынды жаса. Жаңағы 5 затты таңдап аласыздар да, оларды бәсең қатты дыбыстарға бөліп кестеге, дәптерде орындайсыздар. Ал сен білесің бе? Алматы облысындағы Алтын Емел ұлттық табиғи саябағында әнші құм бар. Құм самал желдің әсерінен сырғып қозғалған кезде сырнайдың үніне ұқсас әуен шығарады. Ал қатты жел соқса, ұшақтың дыбысына ұқсас гүріл естіледі. Сондықтан оны әнші құм деп атап кеткен. Осы жөнінде сіздердің естулеріңіз бар ма? Сонымен бүгінгі сабақты қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сіздер дыбыс түрлерін ажыратуды үйрендіңдер. Қатты және бәсең дыбыстарды ажыратып салыстырдыңдар. Енді бүгінгі сабақты жалпы қорытындылау мақсатында бейне сабақтың астындағы сілтемеге өтіп тапсырманы орындаймыз. Сіздердің алдарыңызда мынандай тапсырма берілген. Суретке сай дыбысты таңда. Мысалы, аудио жазбаны тыңдайсыздар. Аудио жазбаны тыңдап болғаннан кейін оның қай дыбыс түр, қай суретпен сәйкес келетінін анықтайсыздар. Егер бұл жерде найзағайдың дауысы болса, найзағаймен бірге қоясыздар. Бұл жауаптар дұрыс болса, онда олар жоқ болып кетеді. Тапсырмалардың барлығын орындап болсақ, бүгінгі сабаққа өз-өздеріңді бағалаңдар. Бағалаудың тәсілі түсті жолдар деп аталады. Ең алдымен мен оны жақсы жасай аламын, сабақтағы тапсырмалардың барлығын орындадым, тақырыпты түсіндім десеңдер, жасыл түске бояйсыздар. Мен бұл жұмыс түрін әлі меңгерген жоқпын, маған әрі қарай орындай алмаймын, яғни сұрақтарым бар, көмек керек десеңіздер, сары түске бояйсыздар. Тапсырманы мүлдем түсінген жоқпын, орындай алмадым десеңіздер, қызыл түске бояйсыздар.